Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-ші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы қиялдай алу, ерекше қабілет. 2-ші сабақ деректі зат есім, дерексіз зат есім. Оқушылар, сіздер алдыңғы сабақта зат есім және оның түрлерімен таныс болдыңыздар. Тұлғасына қарай негізгі зат есім, туынды зат есімге бөлінеді екен. Құрамына қарай дара зат есім, күрделі зат есім болып бөлінеді. Және жалпылай немесе жекелей аталуына қарай жалпы есім және жалқы есім болып бөлінеді екен. Бүгінгі сабақта зат есімнің мағынасына қарай деректі және дерексіз зат есім болып бөлінуіне тоқталамыз. Ендеше бейне жазбаға назар аударыңыздар. Деректі және дерексіз зат есімдер. Зат есімдер деректі және дерексіз зат есімдер болып бөлінеді. Деректі зат есімдер деп көзбен көріп, қолмен ұстап тануға болатын заттарды білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалы, су, адам, шөп, парта, қалам. Дерексіз зат есімдер деп ойлау қабілеті арқылы танылатын, көзбен көріп қолға ұстап тануға болмайтын сөздерді айтамыз. Мысалы, ақыл, ой, сана, жақсылық, арман. Оқушылар, сіздер зат есімнің тұлғасына, құрамына, жалпылай немесе жекелей атауына және мағынасына қарай жіктелуімен таныс болдыңыздар. Ендеше тапсырмалар орындаймыз. Семантикалық карта 1-ші тапсырмамыз. Әке, Мұхтар Әуезов, құлагер, қайғы, достық, Жамбыл көшесі, домбыра, қойшы, өнер, саудагер сөздері берілген. Міне осы сөздерді жалпы, жалқы, деректі, дерексіз, негізгі, туынды, дара, күрделі түрлеріне ажыратып жазасыздар. Келесі тапсырма. Егер мен сиқыршы болсам деген тақырыпта шағын мәтін жазасыздар. Сөз саны 40 сөз болуы керек. Мәтін ішінен зат есімдердің астын сызасыздар. Келесі тапсырма оқулығымыздың 100-ші бетіндегі 11-ші тапсырмаға назар аударамыз. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі берілген, өлеңді мәнерлеп оқып, ақынның суреттеуіндегі табиғат көрінісіне мән бере отырып, ақынның шығармашылық қиялы туралы ауызша жауап бересіздер. Мәтіннен зат есімдер мен оның түрлерін тауып дәптерге жазбаша орындайсыздар.